Қайырлы күн оқушылар, қалайсыңдар, амансыңдар ма? Бүгінгі сабағымызға дайынбыз ба? Олай болса, ортаға шаттық шеңберін өтелер. Bir ауыз сөзбен бір-бірімізге жақсы тілек тілейміз. Әрине, бүгінгі сабағымызға сәттілік тілейміз. Әсел бүгін сабағыма көптен сәттілік тілеймін, көп балғынсыз. Бүгінгі сабағыма сәттілік тілеймін, сіздерді болыңыз. Рахмет. Ағжан саған бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін, жақсы қатыс. Рахмет. Бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін, жақсы қатысып, жақсы бағалып. Рахмет. Ерлан бүгінгі сабаққа саған абыроймен өткізіп, өзіңе тиісті бал алуға тілектеспін. Рахмет. Нұрислам бүгінгі имтихан тексеріп, жақсы бағалып. Рахмет. Бүгінгі сабақ сәтті өтсін. Жандар бүгінгі сабақ сәтті өтсін, бүгінгі сабақты жақсы көңіл өткізуге тілектесіне жақсы бағалып. Рахмет. Диас бүгінгі сабаққа саған жақсы сәттілік тілеймін. Осы сабақта жақсы баға алуына тілектеспін. Талғат саған бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін, жақсы баға алып. Рахмет. Дәуіт бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін, жақсы баға алып. Рахмет Талғат. Апай бүгінгі сабақта оқушыларымыз белсенді атсалысып және сабағымыз керемет нәтижеге өтсін. Ой, керемет, рахмет. Енді осылай болса, осылай. Сіздер қан туралы айтқан кезде қанның бізде құрамын өтіп кеттік. Қанда плазма болады, сосын қан жасушалар болады дедік, иә? Қан жасушаларының неше түрі бар еді? Дұрыс айтасыз, 3 түрі. Қандай? Эритроциттер, тромбоциттер. Олар бірге қан тамырларының бойымен осылай қозғалыста жүреді. Соның ішінде мына диск тәріздісі қандай жасушасы? Эритроциттер, яғни қызыл түйіршігі. Содан кейін лейкоциттер, тромбоциттер, мінекей. Ақшыл болып тұрған лейкоциттер, анасы тромбоциттер. Мынада ғана ядро жоқ, мынада ядро жоқ, қалған екеуінде ядро бар екені айтылды. Енді осы қанымыздың бізде 4 түрлі тобы болады екен. 4 түрлі тобы. Бірінші топ қан, екінші топ қан, және үшінші топ қан топтары деп қан топтары 3-ке бөлінеді екен. Бұл қанның құрамындағы аглютинин мен аглютиногендердің болуына байланысты болады екен. Енді қараңыздар, сіздерге қазір тапсырмаларды бөліп беремін. Сіздер осы мәтінмен жұмыс жасайды. Қай топ дайын біздер? Тамаша, сіздер дайынсыздар ма? Онда бірінші топ бастайық. Біз қазір қан топтары айтатын боламыз. Қан топтары адамда 4 қан тобы болады. Және де олар бетіндегі арнайы нәрлюздар арқылы анықталады. Эритроциттер нәрлюздар аглютиногендер, ал плазма нәрлюздары аглютининдер болып табылады. Және де бірінші қан тобын 0,0 деп белгілейміз. Және де одан қан алатын адамды амебак донор деп атаймыз. Қан беретін адамды. Ал екінші қан тобын А немесе АА және ал 0 деп белгілейді. Үшінші қан тобын Б деп белгілейді. Ал төртінші қан тобын А деп белгілейді. Және де ол адамдарға біз қан алатын адамдар реципиент. Қан беретін адамды донор дейміз, қан алатын адамды реципиент деп айтады екенбіз. Осы нәтижелі кестеміз
төрт қан тобын жаздық, және оған бере алатын, және де ала алатын қан топтарын жазамыз. Ала алатын қан. Енді мына жерде кестеде түсініксіз болатын болса, естеріңізде былай қалдыруларыңызға болады балдар. Қай топтың қай топқа беретінін міне мынандай сызып алып ежелгі кездің өзінде адамдар көп қан жоғалтқан, адамдарды құтқару мүмкін емес болды. Сол кезде де қан құю болған, бірақ бұл кезде құтқару мүмкін емес. Тоғыз сәйкес келмейтін қандар эритрицит бір-біріне жабысып қалады. Одайды агглютинация деп атайды. 1901 жылы бір адамнан екінші адамға қан құюының өзі қауіпті екені анықталды. Және де олар бүгінде эритрицит жұқпаға әсер көрсетеді, оларды жақсы болады. Агглютинация ол тез дамиды және де өте қауіпті. Өте қауіпті. Эритрицитпен бірінің өте қауіпті. Сондықтан қазіргі уақытта тек өз тобына қанды құяды, жер сілкінуі, тектогендегі аппарат қан құюы жүзеге асырылатын болады. Және де өз тобына жатпайтын қандар аз мөлшерде қажет адамға қолданады. Аз мөлшерде ғана. Себебі қан эритрициттермен және тақтадағы терминдерді есіңізге сақтауымыз керек балдар, иә? Бүгінгі сабақта айтқан терминдеріміз агглютиноген, агглютинин, әмбебап реципиент, агглютинация, резус фактор, оң резус, теріс резус, резус сәйкессіздік және гемолиздік сарысу деген терминдерді өтіңіздер. Сонда бұлардың барлығы қан топтарына байланысты терминдер, соны қабылдайды. Енді смартфондарыңызды аламыз. Сіздерге сілтеме жіберді, сонымен тапсырманы орындай қояйық. Тапсырманы орындай қояйық. Келді ме? Бұл жерде адасқан әріптер, сіздер әріптерді орнына қойып, бүгінгі сабаққа қатысты терминдерді шығарасыздар. Бежена қағаз айтты. Толықтыру диктантын жазып болса, бәріміз бері қарай, сіздерге я немесе жоқ деген сұрақтар жауап бересіздер. Мен сізге бір сөздерді оқыған кезде, қараңыздар. Екінші қан тобы, үшінші қан тобына құяды. Жоқ. Біз оны құяды деп айтқан жоқпыз. Екінші, резус факторды макака маймылынан тапты. Кім айтты резус факторды сөздерін айтпай қойдыңыздар ғой сіздер, иә? Макака маймылынан табылды. Иә, қан топтарын анықтаған ағылшын ғалымы анықтады. Иә, иә? Агглютинация жүректе жүреді. Сонымен балалар, бүгін бізде қан топтары туралы толық мәліметтер білді. Агглютинация дегеніміз не болды сонымен? Эритроциттердің бірігіп қалуы, бірігіп қалуы. Резус фактор деген не екен? Ол макака маймылынан алынған табылған нәріміздің бір түрі екен. Бұл нәріміз бар болса, ода не дейміз оны? Оң деп қастыра айтамыз. Оң резус факторлы, жоқ болатымызда теріс резус факторлы дейміз. Жақсы, осы тақырыпты оқисыздар, қан құю туралы тағы да қосымша мәліметтер іздеп тауып жазып келесіздер. Түсінікті ме? Жақсы. Рахмет, сау болыңыздар, сабақ аяқталды.